YouTube просмотр үшін ақша төлейтінін барлықтарыңыз айдан анық білесіздер. Жалпы не үшін төлейді деген сұраққа қазір бүгін сіздермен жауап беретін боламыз. Жалпы сіз әрқайсыңыз YouTube көріп отқан кезде ішінде мынандай пропустить деген видео шығады. Сол пропустить деген видео қаншалықты көп шыққан сайын YouTube сізге көбірек ақша төлейді. Мысалы, $1000 береді. Менің рассрочкамды жарнама жасашы деп, сол $1000 жартысын YouTube сізге беретін болады. Енді бұл жерде қанша қаралымға қанша ақша төлейді деген сұрақ көп адамды мазалауда. Бірақ орташа есеппен сіздің видеоңыз 5 минут пен 10 минут аралығында болатын болса, 1 миллион қаралымға орта есеппен $500 береді. $500 дегеніміз 220 мың теңгенің көлемінде. Енді жалпы оған іліну үшін көп, мысалы, мынандай оқиғалар болып жатады. Сіз YouTube-қа видео жүктейсіз, ішінде тура сондай пропустить деген жарнамалар шығады, бірақ сізге бір тиын түспейді. Не үшін? Өткені сіз монетизацияға қосылмағансыз. Тура осы қателікпен қаншама блогерлер миллиондаған қаралым жинағаннан кейін, YouTube ақша төлейді екен деп, одан кейін монетизацияға қосылып жатады. Бірақ оған дейін қосылмағанға дейінгі просмотрларға ақша ала алмайсыз. Сондықтан монетизацияға ертерек қосылған барлықтарыңызға абзал. Жалпы монетизацияға қосылудың шарттары 1000 подписчик пен 4000 сағат жинау керек. Енді 1000 подписчик деген барлықтарыңызға түсінікті болар, бірақ 4000 сағат деген не деген сұрақ туындайды. Көбісі 4000 просмотр деп картопты жарып жатады. Шын мәнісінде 4000 сағат деген 4000 просмотр емес. Мысалы, қарапайым алатын болсақ, сіздің 10 минуттық бір видеоңыз бар. Оны бір адам көретін болса, 10 минут просмотр болып есептеледі. Егер де оны 10 адам көретін болса, 100 минут просмотр жиналды болып есептеледі. Осылай көбейе береді. 100 просмотр болатын болса, 1000 минут просмотрыңыз бар деп есептеледі деген секілді, бір-біріне жалпы видеоның ұзақтығына көрілім сандарын көбейтіп, минуттарын сағатқа айналдырып, сөйтіп общий просмотр 4000 сағат болу керек. Сол 4000 сағатты соңғы 365 күнде жинау керек. Енді осы сұрақта көп адам басын дуалға ұрып жатады. Яғни соңғы 365 күн деген канал ашылғаннан бастап бір жылдың ішінде жинау емес, соңғы 365 күн дегеніміз бүгінгі числодан бастап артқа қарай 365 күнде есептейді. Сол кезде 4000 сағат жинап, сіз монетизацияға қосылу керексіз. Ал шын мәнісінде ол 4000 сағатқа берілетін ақша ол $30 көлемінде. Егер де сіз бір жылдың көлемінде 4000 сағат жинай алмасаңыз, онда басқа жолдар, басқа инструменттер қолдану керектігін көру керексіздер. Жалпы 4000 сағатты 5-ақ күнде жинауға әбден болады. Оны мен студенттерім қанша рет дәлелдеп жатыр. Енді 4000 сағаттан бөлек осы 23 жылдан бастап YouTube жаңа заңдылықтар енгізді. Ол керемет заңдылық. Сіздер енді шортс түсіріп табыстап аласыздар. Яғни енді сіздер шортс түсіріп монетизацияға қосыла аласыздар. Яғни шортс дегеніміз білесіздер, өз тігінен түсірілетін видео. Сол шортс 10 миллион, 3 айдың ішінде 10 миллион просмотр жинайтын болсаңыздар, сіз 4000 сағат жинамай-ақ монетизацияға қосылып кете аласыздар. Ал 10 миллион просмотр деген әшейін бүйтіп саусақпен шерткендей жинай аласыздар. Мен өзімнің баламен түсірген челленджде бекабой деп теретін болсаңыздар, мына челлендж шығады. 7 миллион просмотр бар. Әшейін бірақ челленджбен 7 миллион просмотр жинадым. Бірақ енді челлендж түсіріп-ақ миллион, 2 челлендж түсіріп, сразу монетизацияға қосуға болады. Енді оның құпияларын, қалай бір челлендждің өзімен 5 миллион просмотр жинау құпияларын мен өзінің командама қосылғандарға айтам. Жалпы видеоның астына сілтеме тұр, соған кіріп, басып, біздің командаға қосылсаңыздар, тура осылайынан миллиондаған просмотр жинап, миллиондаған табысқа оңай жету мүмкіндігіне ие боласыздар. Ал келесі видеода жалпы монетизацияға қосылу үшін қандай әрекеттер жасау керек, жасамау керек, соларды толыққанды айтатын боламыз. Сол видеоны жіберіп алмау үшін әрине білесіздер, лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Біздің командада кездескенше аман болыңыздар, адал болыңыздар, әділ болыңыздар, сау, сәлеметте жолыққанша.